Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бір хадисінде: жастар, шамаларың жетсе үйленіңдер. Шамаларың жетпесе, ораза тұтыңдар. Ораза көп деген күнәлі істерден тияды деген. Міне бүгін 2 жас некесін қияйын деп жатыр. Некенің өзінің шарттары бар. Ең әуелгі шарты ол некелесушілердің мұсылман болуы. Болат, сен мұсылмансың ба? Шешіп көрсетер. Мұсылман. Онда менің артымнан қайтала. Ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду. Айттым ғой жаңа ғана осында. Қайтала. Ва ашхаду анна Мухаммадан Расулаллах. Ашхаду анна Мухаммаду Расулаллах. Диана, сіз қайталаңыз. Ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад Расулаллах. Жақсы. Келесі шарт ол махр. Махр деген күйеудің қалыңдығына беретін сыйлығы. Оны қалыңдықтың өзі таңдайды. Диана, не қалайсыз? Еркіндік. Жай. Сұрасай, нормаль бірдеңе не айтып өтсің? Микроволновка сұрасай. Жігіттер, мешіттің ішінде қатты күлуге болмайды. Сабыр етейік кішкене. Давай. Диана, басқа сұрайтыныңыз бар ма? Жақсы. Келесі шарт: екі тараптың да өзінің куәлары болады.